Некіл келеді. Кім ол? Айдар мен Әлбек. Қайқа келеді? Осында келеді осында. Неге келеді? Құрсын бізді қарауға келеді де. Обязательно тек алып салуға келеді дейсің. Қарауға келеді біздерді. Кімдерді қарайды? Айдар мен Әлбек. Әлбек пен Айдар. Нағылысына. Кім олар? Қайда қарлығаштар қайда ма? Баян ауада басынан бұл кетпейді, қиядағы түлкіме қол жетпейді баян-ай. Баян сұлуым қайда, қиядағы баян. Мен ұмытып қалдық. Біздер айтпағалы қашан, қайдаман. Қазір өлеңнің жаңасын да білмейміз, көнесін де білмейміз. Иванов, Петровты білеміз. Болды. Иванов, Петров айтайын. Айтал, орысша айтасың ба? Иванов пен Петровты айтайын ба? Орысшасын айтал. Қой, осыны ұятты. Жұрт күліп жүрер. Бағат дейме біздің әжем аман болсын дейді. Болды. Аман болсын болды. Қисайып жатам мен. Бөтенді білмей. Мынау кім? Мынау кім жатқан? Гүлзифа Дүйсенбай қызы. Аяғыңды беретін не сен? Сен аяғын ұстап қалған. Қашан ұстап? Мынау кімей, мынау кімей. Мен аяғым ұстаудан аманмын. Өзіңе қалай көресің? Қалай екен? Саған қалай екен? Табаныңды қытықтайын ба? Қараш, істеп тұрған. Мама. Өтерін кім білмейді. Мама. Жүзі өтсейсің да белің ауырмайды, мама. Жүзі өтқандағым ғой осы. Құйрығым түре білді. Екі өрік жедім. Үш өрік жедім. Көрмеймін сол. Құрсын кетейік. Қайдайық елімізге. Үйімізге барып ащы шай ішейік. Қай еліңе барасың? Үйде отырсың ғой. Қайда барғың келіп отыр? Қайда барғың келіп отыр? Қайда бармай, үйге барайық та. Үйің қайда? Үйім стадионның қасында. Оны білесің, Енді қайда отырмын деп отырсың сен? Ақтөбедесің ғой, мама, стадионның қасына қалай барамыз? Үндемеш. Артқа қарай, мама. Ұмытып қалам, үндеме. Менің Айғали деген ұлым бар ма? Бар ғой? Майға дейіп кеттім. Ең бөте тұрады ғой. Майға дейіп кеткендік па? Баятым үйленеді олдар, мама. Олдар үйленеді ғой. Соны келесі неге дейін жеткізеді. Кім әкеледі, мама? Ақожай жерден неге барады, ол Москваға барады. Ол уақытта билет бұны. Сосын соны алып келіп, Қожекең 20 күн қаңғырып қайтып келеді. Кім әкелмейді содан, ой бұрым-ай. Біздің жерден реттегескен. Есер ғой. Дым-дым. Мына екі түйір тәтті, екі түйір, бір нәрсе жоқ, дым жоқ. Қожабайдың әкелген шай ішіп, ұялмай отырамыз. Содан кейін осы қасқа, өмірде бір пашка шай келмейді, осы қасқа деп. Кім әкелмейді, мама? Қожабай. Әкелеттен қожа, бір келі шай. Әжем кейін, осы қасқа ең болмаса бір пашка шай келмейді, бізге осы қасқа деп жүреді. Бірақ Қожабай естімейді оны. Қонағыда не тұсаңда ғой. Енді артынан айтамыз. Әжемнің айтқанын білдің ба дейсің. Ой, білмеймін. Білсе де білмейді ғой, бірақ әжемнің сөзі өте ме? Күлкіде өлеміз сосын. Зақа көңіз оны шексілеміз қатады. Мана Қожабай мазақ қылады. Әже, сен не білесің? Осы өмірде де білмейсің деп оған сөйлейді. Күлкіде өлеміз. Шексілеміз қатады. Гүлзипаның үйінде екенін білесің ба? Ик көрпе жауып қойдың ғой, тоңба шеш.
Сонбайым ба? Үй қоп бір дала салқын болып кетті просто. Дала салқындап кетті. Ата қайда? Кім ата? Үлкен ата қайда? Ешкім жоқ үйде, екеуміз тек. Болып қалды ма бәрде? Аталар ма, я.